Бүгін сабақ қиын болды, я? Может, шоппингке бар қайтамыз? Все, давай, көрейік. Қазір. Мен сумочкамды 5 минут тастай тұршы, я? Рахмет, жаным. Алло? Мына қызға не болды бүгін? Қайта-қайта ақша сұрап. Маған қатты ұнады, Адина. Рахмет, жаным. Люблю ғой сені. Все, хорошо. Адина, кажется, кеш болып кеткен сияқты. Ертең сабақта кездесеміз ғой, жаным. Все, ладно, давай, пока. Пока. Мынаны ала салайын, я? Рахмет. Пока. Қызым, келдің бә? Бүгінгі сабағың қалай болды? Болады, жақсы. Бүгін саған не болды? Кешке дейін мам ақша деп. Жоқ енді, қыздар ғой. Просто бүгін сабақ ерте біткен еді. Барғамыз. Мені білесің, кешке дейін көшеде сандалып ақша табайын деп жүргенімді. Сабақтан ерте шықсаң, үйге келіп тамақ істеп, мына үйдің ішін жинастырып, маған көмектессең болмай ма? Қош, мам, всегда осы ғой енді. Бірінші рет сабақтай солай ерте қайтып жатырмыз. Маған да қазір оңай емес. Если папам болғанда вообще ондай болмайтын еді. Мен естейм, бұйырғаны осы ма? Қаламадым іштей, сонда да қош айттым құсыма. Бұл ең жаман түстей сөздері. Той құдай-ай, мына қызға қатты айтып қойған жоқпын ба? Кешке дейін осы қыз үшін ақша табамын. Әкесі тірі болғанда бұндай болмаушы еді. Мам, отыр сөйлесекші. Мен кеше үшін кешірім сұрайын деп едім. Жоға, қызым, кеше мен де саған қатты сөйлеп қойған сияқтымын. Ақша деп. Кеше мен негізі саған бір орталықты айтып ұсыныс жасағым келген. ұбт-ға жақсы дайындайды екен, танысым ұсынып отыр ол орталықты. Сенің соңғы уақытта араласып жүрген достарың да ұнамай кетті. Может, жаңа орталыққа барып дайындалып көресің, а? Я негізі ақша көп кетіп қалды шынымен. Онда көрейік, я? Мен де дайындықты бастаймын онда. Я, соған бүгіннен бастап тіркелші. Я, келістік па? Ой, жаным, аха. Давай. Кеп қалдым, сендер қай жердесіңдер? Бір 15 минут қалып как раз машинамен жүрмін ғой менде. Давай, боламын. Міне кеп қалдым уже, міне. Той, мынау да шықпайтын жерде шығып. Қазір күте тұр қазір. Ассалаумалейкум. Алейкум. Жол патрульдік полициясы, саматтықтар, құжаттарыңыз. Алло, ассалаумалейкум, қалайсыздар? Проблема болып қалды. Тағы не болды тағы? Гайс тауып тағы. Сен не бір нәрсені бүлдірмесең жүре алмайсың, сабағыңды қатырып оқып жүргеніңде шамалы. Пап енді. Саған бүлдем жақсылық жасауға болмайды екен, е? Пап мына жақта күтіп тұр еді. Тұра тұршы, қазір хабарласамын. Жақсы. О, пап. Балам, бері қараш. Саған не жетпейді, соны айтшы маған. Не еркелеп жүрсің сен? Алатын үйіңді әпердік. 18-ге толмасаң да көлігің бар. Едуке курсын әпердік. Барып жүргенің шамалы. Ертең көреміз. Нәтижесі қалай болады екен? Мен сияқты прокурор боламын дейсің, е?
Оған білесің бе қанша бал керек екенін? Кемінде 120 бал керек. Сол бал жинамасаң, ауылға жіберем. Жүресің қой бағып. Ұқтың ба? Көзіме қара, ұқтың ба? Бірақ пап, не үшін бұзықтық жасаған түсінсеңіз ғой? Не внимание бөлмейсіз, не жетістігіңе қуанбайсыз? Қандай адамсыз өзі?